Баршаңызға қайырлы күн. Менің миллионерші оқырмандарым, қалайсыздар? Сіздермен техниканы бөліспегелі көп болды. Бүгін сіздермен ақша шақыратын, кірісті өсіретін, кірісті көбейтетін техникамен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіз, сізге өте пайдалы видео болады деген ойдамын. Ал бастайық. Қазір сіз ойлап отырған боларсыз, қалай кірісті көбейте аламын? Менің айлығым осынша ғой деп. Кірісті көбейтетін техника және ақша установканы өзгерту ақша ағашы деп аталады. Лайк басып қойыңыздар, лайк басқан жандар бай болсын. Техниканы жасаудың бірінші қадамы кез келген горшоктағы тірі аламыз. Екінші, өз еліңіздің кез келген номиналды 9 тиын алып, осы гүлдің топырағына тастаңыз. 9 тиын дегеніміз мысалға 5 теңгеліктен 9 штугын алып, осы гүлдің топырағына тастасаңыз болады. 5 деген бұл саудаға жақсы, өте ақша энергиясына деген өте мощный цифр. Сол үшін де осы 5 теңгемен салсаңыздар да өте керемет әсер береді. Үшінші, әрдайым су құйып қарағанда сілкіп қойыңыз. Оған әрдайым қарап баптап жүріңіз. Жапырақтарына су шашып тұрыңыз. Күннен күнге менің табысым өсіп жатыр. Ақша маған оңай әрі жеңіл келуде деп айтып тұрыңыз. Бастапқыда сізге біртүрлі болғанымен, сіздің санаңыз жаңа установкаларды естіп, өзіне орнататын, тамырлап, жақсылап орнығатын болады. Нәтиже болады, бірақ ол үшін сізге белгілі бір уақыт қажет болады. Бірнеше ай, немесе бірнеше апта. Сіздің установкаңыз сенім, ойдың күшімен, позитивті көңіл күймен сіз өзіңізге көп деген жақсы нәрсені өзіңізге тартатын боласыз. Жақсы сөз жарым ырыс демекші, күнде жақсы ниетпен жақсы сөз сөйлейтін болсақ, бізге жақсылық бізге қарай тартылатын болады. Бұл 100% дәлелденген. Төменге пікірге жаса қалдырыңыз. Күннен күнге менің табысым өсіп жатыр. Ақша маған оңай әрі жеңіл келуде. Дәл солай болсын деп, бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін. Бүгінгі көптеген табыстар қуанта берсін. Бай, қуатты өмір сүріңіздер. Миллионерше ханым болыңыздар.